науқастың құқықтарын қалай қорғауға болады? Егер сіз көрсетілген медициналық қызметтердің сапасына қанағаттанбасаңыз, медициналық персонал тарапынан дөрекілікке тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде ұсынылатын медициналық қызметтер үшін ақшалай қаражатты талап ету фактілеріне немесе басқа да проблемалық мәселелерге тап болсаңыз, онда сіз біріншіден пациенттерге қолдау көрсету және ішкі аудит қызметіне көмек сұраңыз. Мұндай қызмет әрбір медициналық ұйымда жұмыс істейді. Кері байланыс үшін байланыс деректерін көрсете отырып, жазбаша өтініш жазу жеткілікті. Толығырақ ақпаратты емхананың немесе аурухананың қабылдау бөлімінен білуге болады. Екіншіден, аймақтың денсаулық сақтау басқармасының кол орталығына жүгіну. Барлық медициналық ұйымдар денсаулық сақтау басқармаларына бағынатын, олардың өкілдері сіздің мәселеңізді шешуге әсер ете алады. Қолдау 24/7 мобильдік қосымшасында өтінім қалдыруға да болады. Барлық өтініштер тізілімге тіркеу нөмірін берумен енгізіледі. Соның арқасында өтініштің мәртебесін қадағалауға болады. Сонымен қатар, сақтандыру бот, телеграм ботында өтінім қалдыруға да болады. Ол үшін негізгі мәзірден 1406-ға хабарлама жіберу команданы таңдайсыз. Өтінімде мәселенің мәні, сондай-ақ аймақтың және медициналық ұйымның атауы болу керек. Қордың тәулік бойы жұмыс істейтін 1406 бірыңғай байланыс орталығына жүгіну қажет етеді. Қазақстанның барлық аумағында аяулы және қалалық телефондарда қоңырау шалу тегін. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының ресми сайтына да өтінішті қалдыруға болады. Ол үшін сіз сұрақ қою шағымдау деген бөлімді таңдап, сол жерге өтінішті қалдыруға болады.